Егер бағып отырған сиырыңыздың жем-шөпке тәбеті жақсы болса, бірақ сиырыңыздың іші өтіп тезегі қара қоңыр түсті немесе қан аралас болса, әрі басқа сиырларға да осындай ауру белгілері пайда болса, алып берген укол дәрілеріңіздің ешқандай пайдасы болмай жатса, онда бұл видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Видеоны бастамас бұрын арнамызды қолдап, қазақ тілді YouTube арнаның дамуына үлестеріңізді қосып, арнаға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Жоғарыдағыдай белгілер байқалса, бұл сиырларда кездесетін дизентерия. Бұл қара тышқақ деп те аталады. Күз бен көктем маусымында пайда болатын ішек жолының шұғыл сипатты жұғымтал індеті. Індетке шалдыққан сиыр қоңыр түсті қан аралас тышқақтайды. Індет қоздырғышы аш ішектің бір таяқшасымен қатысты. Кейде айдарша вирус араласып індетке шалдықтырады. Бұл бактерияның сыртқы ортамен үнемі істетілетін дәрілерге болған қарсылық қуаты күшті болмайды. Таралу ерекшелігі төлдер мен сиыр табынында дерліктей пайда болады. Дегенмен сиырдың ауруы біршама салмақты болады. Індет бактериясы індетке шалдыққан сиырмен микроб алып жүруші сиырдың тезегімен бірге сыртқа шығады. Сиырлар осы бактериямен былғанған жем-шөпті жеу, суды ішу арқылы індетке шалдығады. Тиімсіз ауа климаты мен бағып басқарудың жетерсіздігі осы індеттің пайда болуының басты себебі. Сондықтан қолда бағылатын сиырларда қыс мезгілінде оңай таралады. Індетке шалдығу салыстырмасы жоғары болады, бірақ негізінен шығынға ұшырамайды. Індет үнемі белгілі район ішінде пайда болады. Клиникалық белгісі: жасырын дәуірі 3-7 күн. Тұтқиыл пайда болады да, бір түнде табындағы жалпы сиырдың 20% тышқақтайды. Екінші-үшінші күннен бастап табындағы 90-80% сиырға жайылады. Тезегі күлімсі иісті, қоңыр түсті, қан аралас. Кейбіреуінің тезегін тіпті қанмен қан ұйығы десе де болады. Тұтас тұлғалық белгісі анық болмайды. Тек індет ауырласқанда ғана сүлкіні түсіп әлсірейді. Бұл індетті жуаншек таяқшасы, салмон таяқшасы, вирус және шарша құрттың әсерінен болған іш өтуден парықтауға көңіл бөлу керек. Егер бұл індеттерден парықтауды білгіңіз келсе, комментарийға пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ал енді емдеу, алдын алу шараларына келсек, көптеген адамдар мал дәріханасынан іш өткенге қарсы дәрі-дәрмектер алып істетіп жатады. Бірақ өкінішке орай барлығы сіз ойлағандай көмектесе бермейді. Сондықтан да мен сіздерге өзімнің істетіп жүрген, өнімін көріп жүрген мынадай тамаша рецептпен бөлісуді жөн көрдім. Бірінші, малыңызды суғармай тұрып, бір шелек суға 0,1% марганцоп ерітіндісін дайындап аласыз. Сосын малдың алдына қойсаңыз, шөлдеп тұрған мал өздігінен ішіп алады. Ескерту: судағы марганцоптың мөлшері 0,1%-дан аспауы керек. Екінші, 2-3 литр ағараққа жеткілікті мөлшерде усарымсақты шанап араластырып, 15-20 күн өткеннен кейін күніне 500 миллидан ішкізу керек. Ал енді алдын алу шарасына келсек, әдетте универсалды алдын алу шаралары қолданылады. Індетке шалдыққан сиыр табындарын бөлектеп, дезинфекциялауды күшейтіп, несеп тезегін бір жайлы ету керек. Мінекей құрметті көрермен, мен осы екі түрлі әдіспен іші өткен сиырларды емдеп жазып жүрмін. Сіздер де істетіп көріңіздер. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп қолдап қойыңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.